Сендер сатылып жатсыңдар деген сөз. Иә, сіздер сатылмайды Жарайды. Жаңағы сөзді қайталайын. Егер де біздің шекарадан жаңада кеше айтылған 5-6 біздің азаматымыз шетелде жүрді Қытайдың ар шетінде шекараның. Олар өтетін күннің алдын ала бізге ескертіп, біз арнайы көлікпен оларды Майқапшағайдың постынан тексертіп, оларды Өскемендегі карантинный койкаға жатсамыз. Қайталаймын, олар ауру адам емес. Егер де оларда ауру сезімдер болса, оларды жеке боксқа жатсамыз. Ал бұл адамдардың дені сау болатын болса, оларды тек қадағалау, сол үшін осындай карантинға жатқызады. Күнделікті температурасын өлшейді, шағым жоқ болса, сол жерде 14 күннен кейін шығарылып, өзі осы Зайсанға қайтып келеді. Ешқандай қарсылық жоқ. Жаңағы 5 адам шекарада тұр дедіңіз, иә? Ал сонымен қатар қазіргі таңда жақын арада 14 күн ішінде шекарадан өткен осы Зайсан тұрғындарын бүгін қайталап тексеріп, оларды да олардың келісім шартын алып, Зайсан Өскемендегі карантин бөлімшесіне апарамыз. Зайсанда ешкім карантинде жатпайды, ауруларды жатқызбаймыз. Одан Қытайдың азаматы, Қытайлар бар, визамен кіруіне тыйым салынады ғой, иә? Ол жағын кеше әкімшілік шешеміз деп айтты. Мен ол халықтың шартының бірі осы. Оны сіздің дауы бітіп халықарада шешім шыққанша ешбір Қытай кірмесін. Ал арызбен жәтте Қазақстан азаматы бар визамен. Жәтте өзіңіз айтып отырсыз, карантинге жабамыз. Жарайды оған келісемін. Оны енді кеше облыс әкімі айтты ғой. Біріншіден оны 3 сағаттың ішінде шеше алмайтын нәрсе, сондықтан осы жұмыс тобымен шешіп, жоғарыға жеткізеді. Мемлекеттік тараптан ол шешім қабылдану керек деген сіздердің ұсыныстарын жеткізілді. Менің құзыретім бойынша, денсаулық сақтау жүйесі бойынша мен сізге ақпарат беремін. Кеше әкімнің сөзін қайта-қайталайын. Әкім уәде берді. 10 күннің ішінде Астана жақпен ақылдасып, 10 күннің ішінде мұнда Қытайларды 30-ға жібереміз деді ме? 30-ға жіберу арқылы Қазақстаннан шығарамыз деді. Осы сөзінде тұрсын. Халықтың бір талабы осы, одан кейін Қытайды кіргізбесін. Ал Қытайда жүрген ешқандай шетел азаматы біздің шекарадан өтпейді. Қытайдың азаматы пока ауру тарқамағанша ешқандай жұмыстық кішкентай ар жақтан кеткен жұмыстар қайтадан пока келмей тұрады. Ол басқа ешқандай претензия жоқ. Саудагерлермен, осы жердегі кісілермен де сөйлесіңіз, анау. Әңгіменің басы былай ғой, мен сіздер айтайын. Мысалы, әр базада жатқан қытайлар көрдік, базада жатыр. Енді мысалы жаңа Сарытерек, Қаратал, Айнабұлаққа түнделетіп төсектер не үшін кетті? Мысалы әңгіме сода болып тұр, елдің бәрі түсінбеушіліктен сода шықты. Олар ойлады, ертең Қытайлар, Қытайдың шаған мерекесіне кеткен Қытайлар ертең келеді. Соларға карантин үшін қойылып жатқан төсек. Бұлында базада жатқан Қытайларды апарып Айнабұлаққа жат, Қараталға жат, Сарытерекке жат деп айтпайды олар. Өз орындары тұр, өз орындарында жатады олар. Төсек не үшін дайындалды, әңгіме содан шықты. Содан шығып кетті ғой. Неге базаға жаппайды? Дұрыс, ақпараттық жұмыстың нашар болғаны. Жарайды, бір минут. Сіз жаңа айттыңыз ғой, 5 қазақтың азаматы біздің шекарада тұр, иә қазір? Ар бетінде. Арғы бетінде тұр. Бірақ біздің шекарада. Жоқ, олар қай шекарада? Соларды біз алып шығып, сіздер алып кетулеріңіз керек, иә? Дұрыс қой. Өйткені біздің еліміздің азаматтары Қытай жерінде жүрген шекараға жақындап өтем дейтін болса, оларында біздекіндей әр құқы бар. Бәріміз бірдей өз еліміздің азаматтарымыз. Сондықтан егер де олар өтем дейтін өтініштер мен ұсыныстар болатын болса, біз мемлекет тарапынан оларды арнайы тексеріс өткізіп, халықтың арасына жеткізбей, арнайы карантинге жатқызамыз. Ақпарат осылай, басқа жалған ақпарат болмасын. Өйткені жалған ақпарат қарағанда кейбір түсінбеушілік болады. Міне осы арнайы жұмыс тобымен келдік. Өздеріңіз қарап шықтыңыздар. Әрине, сіздердің мақсатыңыз биіктің артынан емес, өздеріңіз көздерімен көріп, өз халыққа ақпаратты жеткізу сіздердің парыздарыңыз енді. Айтбек аға. Ал енді бағанадан бергі енді митинг жасамай, жаурамай барайық онда. Таңертеңнен бері қорытынды шығарайық. Таңертеңнен бері міне Қорытынды аған жаққа шығыңыз. Жерде отырып, бәр тізімін жазыңыз. Біз өзіміздің группаның қорытындысын шығарайық міне. Айтыңыз ағасы. Ана Даниал Ахметов бастаған бір группа таможняға кетті, бір группа міне осы 2 базаны тексердік. 2 базаны тексердік. 8-9 базаны. Енді ана Қытайдар отырып кеткен нешінші анау 9 база. Содан кейін мына 8 базаның екеуінің арасы жер мен көктей. Қытайдар басқарып отырған немене жер мен көктей. Мына қазақ басқарып отырған базаны өзі міне бәрін түсіріп алдық. Өздері көрген адамдар енді көрсететін шығарымыз бәріне. Көрген адамдар көздері жетеді. Арнайы чат жасау. Қазақ басқарып отырған базаның міне состояниесі мен ана Қытайдар басқарып отырған базаның состояниесін көрдіңдер. Халық құлағдар болады. Осының бәріне
біздің комиссияға шығарып отырған қорытындымыз осында сондай мәмілеге келіп отырмыз. Енді артынан облыс акиматы еткеннен кейін тағы айтылатын әңгіме. Соның бәрі. Сонымен қатар жаңағы бауырым түсірген нәрсенің бәрін тек видео емес, өзіңіз білесіз. Кез келген жерде ол құжат болу керек. Қазір барғаннан кейін өзіңіз отырып, тізім-тізіммен бірінші пункт осындай сақталмайды екен. Нері дұрыс, нері бұрыс деген бәрін жазыңыздар. Оны комиссияға кіргізіп, сағат нешеде талқылайсыздар. Протоколировать ету. Әрине, Протоколировать ету керек. әрине. Бұның бәрі документ. Айтбек аға, бізге кеше бүйтіп түсті инфекционныйда орынды босатып, төсектер әкеп қойып жатыр деді. Бұл қаншалықты шын? Осы сұраққа мен жауап берейін. Қазір біз кеше ана жақтармен сөйлессем олар бізге рұқсат бере ме дейді, сендердің ана немелерің қағаздар бар ма дейді. Ана жақ кіріп тексерсек дейді. Тексерсің ол қағазды. Жоғарнасы кіріп сұрайын деген ғой. болды ғой. Өскеменге жатқызыңыз, егер халық кішкене уайымдап жатыр деп. Сондықтан ол азаматтарды жаңа жоғарыда айтылғандай барлығын Өскеменге жеткіземіз. Сақтық шаралары ғой. Әрине. Сақтық шараларының бір, екіншіден халықтың арасында жалған сөз шықпасын, ауру жатыр деген сөзді желіде тез таратып жібереді. Және де кейін халық наразылығынан бұрын сол карантинде жатқан өзіміздің бауырларымызды сен аурусың деп жала жауып, оған да бір әңгіме көтеруі мүмкін. Мәселен, кешегі Шалқардың азаматы ойбай ат айдын ба? Ойбай аузына көбік шығып, бірақ өліп жатыр деген әңгіме көтерді. Сондықтан оларды оқшауландырып, халық тыныш, олар тыныш, Өскеменнің бақылауына алып кетейік. Мынау әңгіме бұл добра болып кеткен. Жоқ, сіздер комиссия мүшелері әр базаға екі базаға кірдіңіздер ғой. Екі базарда жалпы қаншақтай жатыр екен? Мынада 12. Қазір 14 ана 10-шыдан келген екеуімен 14. 14. 8-ші базар. Антақта 17 иә? Аха. Ал 31. кеттік па? 44 келді ғой, 44. Жеті қай жерде? Оның қалғандары қайда енді? Ау. Тарбатай, бұған қатысы жоқ. Олар бірақ олар сөйлесіп жатырмын. Жолдан ана кіріп өздеріңде қарай кетсеңдер. Біз барғанша 1 сағат өтеді, әрі өтеді, бері өтеді. Біз барғанша сағат 3-тен кетіп қалады. Облыстың әкімі мысалы солда жұмыстар бар шығар, қарап біз тосып отырмыз. Сондықтан мен айттым, сендер барып жолдан кіреді ғой. Жолдан кіре салсаңдар. Оған жаңа қабел звонды біліп жәмесіге айтып жатқан, бізді кіргізе ме дейді ол. Кіргізе ме? Мен айтайын, сіздер кіргізеді екен, егер кіре аласыздар ма? Егер де предписание алатын болса, кіргізеді. Қалай ойлайсыңдар, дұрыс па? дұрыс. Ары бері жүрмей деген ұсыныс қой бәке. Қазір Зайсанға бір 40 километр былай қарай тағы 40 километр жол не проверять с вами ходить. Теперь вы будете проверять, они будут ходить рядом. Компания против болмаса ғана, мен только официально на своих работников. Оның шешімін табылатын шығар деп ойлаймын. сондықтан ана жаққа барамыз ба жоқ қалай шешесіңдер? егер ана жақтағы екі-ақ Қытай болды деді ғой. Олар осы жерде деді. Енді ол жақта Қазақстанның азаматтары ғана сонда неменеге барамыз онда? Соны айтып тұрмын ғой мен де. Мәселе былай отыр, жаңағы 31 дедіңіздер ма? Жалпы біздің тексерген Қытайымыз кеше 44 Қытайдың 17 мыңда неше деді? 14. 31. Сонда қалған 44-тің қалғаны қайда деп болсын. Қазір салыстырамыз. Қазір ана жаққа немене нету бар? Одан 7-де осыған қарайды ғой, 7 ол Тарбағатайда. Онда қанша адам бар екен? Оны білмейміз ол Тарбағатай ауданы, Қабанбай. Бізге ең бастысы міне жақын мамайда ауру басталғаннан бері мына жаңа жылдан кейін міне осы айдың ішінде шықпаған адамдар керек қой бізге. Солар іздеп жүрміз ғой, дұрыс қой. Ал бұрынғыларға біз ешқандай істей алмаймыз, ол бұрынғы жатқан адамдар біз қоя алмаймыз да, дұрыс қой. Қазір бұрын ертең шыққан адамдар жатыр енді. Былай ғой, кешегі әңгімеде қуалмағанда кешегі мысалы жай жұмысшылар да жоқ оның ішінде Қытайлардан. Иә, оны кеше облыстың алдының немесінің алдына қойдық. Ол вопрос шешеміз. Өзіміздің жұмысшылар кірсе, мыналар ақындап қана отпуск беріп айтып шығарып салайық, содан қайтадан кіргізбей отырсақ, өзіміздің жұмысшыларын алайық деген мәселені көтердік. Одан кейін қосымша бір ұсыныс болды. Осы жерде немесе Өскемен Зайсанда техникумнан арнайы қара жұмысшы емес, жоқ, енді былай болсын, мен сөйлемеймін. Неге десеңіз, айтасыз ғой, тағы да осы сөйлеп, өзі бәріне жауап берді. Жоқ, енді былай, Қапеке, бардық па, айтыңыз. Содан кейін екінші жағы болады, бардың ба, айт. Содан кейін шешімді аламыз. Қапеке, айтасыз, бастаңыз, отырып айтыңыз. Ана таможник пунктінің ішінде аралап көрді, ана қалай жұмыс істейтіндерін, келе жатқан кісілердің температурасын қалай
автомат түрде анықтайтын электронды неменің осылардың көзіміз жетті. Содан сол кезде бір мәселені тағы да нетіп, сонда мен Кенжетаев Астанаға мен сөйлесіп, шекара бірақ құлқы жабылды. Бірақ қазақстан болды. Жаяудан шықты. Жолда шықты. Жаяудан шықты. Соңға дейін солай болып тұрған, мына кісі сөйлесіп, премьер-министр айтқан екен, өз қуанып шапалақ ұрып кетті, шошыған. Мамитасы жабылды бүгін. Қазақ жабылды. Кірмейді. Қазақстанға кірмейді де Қазақстаннан шықпайды. Карантин біткенше. Полный Карантин біткенше. Енді басқа ана мүмкін енді кеше айтқан әңгімені қайта қозғайтын істеп береді. Міне осында жатқан қытайлар болып бірінші анықтап алуымыз керек. Қанша ана Астанаға Данияр Кенжетаевич барады, сонда мен дестір баламдар отыр. Бірге барасыз. Иә, сонда біз анықтауымыз керек. Мынанша инженер технический работниктер осында бізде істей алмайды, ана жұмысшылардікі істейді. Кешегі Сол сөзді. Ол үшін енді бізде 10 жақтыңнан кейін болатын нәрсе барамыз. Сол келгеннен кейін, біздің мамандықтар оны табылса, ана мешендер кетеді. Оған пәтерге барып келісеміз. Кешегі ерке болған келістік қой. Барамыз, қытайлықтармен әңгімелесеміз, айтамыз, міне барлық 42 халық, жұмыскер халқы, олар енді демалысына кетеді отпускына, оның орнына біз өзіміздің мамандарын дайындап жүрміз. Содан кейін біздің жігіттеріміз дұрыс десе, коронавирус өткенде біздің мамандарымыз дұрыс демесе, онда тағы да рұқсат береміз, Қытайдың жігіттері жұмыс істейді. Осылай дұрыс айттым ғой. Дұрыс қой. Так, енді былай істейміз. Қапеке, болар, ерке болар. Бір сөздің қысқа қорытындысы болғанда, қазір барлығын дұрыс жазып, бір әдіспен халыққа таратылды. Бөке, не болды? Көрдіңіз бе? Көрдік барлығы. Иә. Ал Данияр Кенжетаев комиссия мүшелері бәріміз көзбен бәріп қарап келдік. Мына кешегі немеден бастадық бүгін. Енді 9-дан бастадық. 9-да барып көрдік, слайдарын көрдік. Енді мына 9 мен 10-ын салыстырғанда екеуінің арасы 8. Екеуінің арасы жер мен көктей екен. Өйткені сонда көргеніміз біздің көзіміздің жеткені ана 8-де қазақтың жігіттері инженер қазақ екен. Ең біріншісі болмаса, екіншісі инженер қазақ екен. Өте біріміздің өзі совет үкіметі сияқты өте мәдениетті. Әрқайсының отделдері жеке отделдер бар екен. Тамақ ішетін жерлері Қытайдың столовыйлары болды. Жақсы тазалған санитар ешқандай немес жоқ, бәрі жақсы. Қазақтардың неместер жақсы екен. Жуынатын, немелердің бөлмелердің барлығы тап таза. Кеше мұнда барғанда осы бомждар сияқты антисанитария жақ енді. Енді санитария қызметкерлері болды, бірақ олар бізбен бірге келіп қараған жоқ. Неге? Өйткені олар біздің немелеріміз бойынша үкіметтің заңы бар. Заявление бергеннен 3 күннен кейін ары тексереміз. Біз өзіміз 2 күн уақыт өтеді, соған келіп өзіміз барып қайтадан өзіміз жүреміз деді. Дұрыс. Ол кісілер біздің сыртымызда ғана жоқ. Біз визуально қарап шықтық та өзіміздің ойымызды айтып шықтық. Біз көрдік, өзіміздің түсіміз сіздерді сияқты сондай профессионал болмасақ та көз мөлшері осындай жетіспейді. Залалсыздандыратын немелері жетіспейді, дәрілері жетіспейді. Мысалы сондайлар. Мына жерде жататын орынданың антисанитария жататын әр адамның жататын немелері осынша деп өзімізше айттық. Ол кісілер енді өзінің немесін алған шығар, нұршаған. Сол. Бірақ енді біздің көзіміздің жақсы жеткені біз тағы кешегі барып айтқанбыз. Өзіміздің ер азаматтар қазақтар басқаратын жер сонда тәртіпті екен, жақсы екен. Сондықтан біздер сұрайтынымыз, бірінші инженер технический работниктардан өздерінен болса да, бір 4-5 адамнан болса, қалған осы сондай должностарға, мысалы, директор болмай қойсын, инженер, ПТО-ның бастығы, техотделдің бастығы, сондайларды өзіміздің жігіттер қойса, қазақ жігіттер тәртіпті болады, конфликт болмайды деп ойлаймын. Сондықтан айтып жатқан, енді олардан машиналармен бәрімен сөйлесек, бізде действительно бізде мостовиктер, немелер, общий профессиясы аз екен бізде айтатындар. Мен айтып жатырмын, қалай бұл сендер жұмысшылар барлығы қандай, иә, жұмысшыларға сіздер объявление бердік пе десек, ол бізде сайтта да бар, центр занят немелерде де бар дейді, бірақ көп неметпейді, онда специалисттер жоқ дейді. Основной. Келісіп бағасына келіп жатса, сонда өзіміздің инженер технический работниктар сондайды шақырып беретін болсақ, өте жақсы болады. Өйткені өзімізде контроль болады, өзіміздің немеміз. Бірінші сіздерден сұрайтын ең бірінші мәселе сол
өзіміздің жігіттерді кеңірек тарту керек, специалист кеңірек тарту керек екен. Оған көзіміз жетті біздің. Сол тағы енді мен артық кетіп қалатын болсам, бірақ барлықтардың паспорттарын тексердік. Ана Қаратал жақтағыдан екі неменені жасқанған ғой деймін. Өздерінің бір 10 жылдан екі Қытай азаматын алып келіпті, паспорттарын тексердік. 8-ші базаға алып келіпті олар. Иә, олардың барлықтары кешегідей жиын барлығы екі базадан 30 қанша? 34 болды. Иә, сонда енді Иә, ешқандай комитетке барған жоқ. Мәдениетсізде сөйлесіп, қарап шықтық, ешқандай кедергі жасаған жоқ. Сол ең бастысы сол немен жағын шешу керек екен, жұмысшылармен өзіміздің кең неғұрлым кең тартқан соғұрлым тәртіп болады екен. Айтып отырмын ғой, екі неменің арасы қазақтар басқарған қандай, қытайлар басқарған. Қытайларға не керек болған мысалы? Ана жерде иә, айлықтарында иә сол айлықтарында айтып отыр, екі жағын бірдей тең болса деп. Содан кейін өзіміздің көзбен көрген үлкен ашықтықтарын айтып кеттік. Бірінші қазақ тілінде жазылу керек, немелердің бірі қытайша жазылғанда бұлардың балындар жазатын болсындар, екінші орысша астында тұрсын. екі тілде болсын. Бірінші қазақ тілі осы деп мына жігіттердің талабы бойынша соны айттық. Енді мен ұмытып кеткен бұл тәртіп бойынша қалай тәртіп бойынша болады тәртіп бойынша мына жағы тек қайраңдап сыраларын ішіп қыздарға айтылды ма мына 8 жылдардың жақсы қойылған екен. Содан кейін біздің жігіттердің арасында үлкен бір немене болды. Мына келген адамдардың бәрінің иммиграционный полиция дейміз. Қалып шыққан кезде бүкіл ОМОНды барлықтар жиналады, тәртіп сақшылардың бәрі қоғамдық немелерін. Ал сондай кейін иммиграционный кісілердің бізге онда жетіспейді дейді. Соны әрбір базадан сол екі адамнан иммиграционный полицияның адамдары болатын болса, келгендердің бәріне учет қалып отырса, қаншаларын білмейді, қай жақта визалар өтеді, соны контролға алып отырса деген ұсыныс түсті. Рұқсат па? Мысалы үшін енді мына біздің комиссия құрылғанның ең основной екі вопрос болды ғой басында. Жаңағы өзіміздің азаматтар шекарада жатыр деген жаңа нәрсе. Ол вопрос шешілді, қалаға апаратын болдыңыздар. Дұрыс қой, сіз айтуыңыз бойынша. Екінші вопрос, мына немене кеше сіз 42 адам дедіңіз ғой деймін, иә? Список бойынша Қытайдың азаматтары. Біз жаңа тексеріп шыққанда ана базада 14, мына базада 17. 9-да неше еді кеше? Еркебұлан? Қанша болды жиыны? 31 болды. Кеше 43 болған. Жоқ, список бойынша, иә? Ал бүгін нақты көзімізбен көрген 31 адам болып тұр ғой. Қалған адам қайда? Біздің бәріміз бір компания қараймыз, Тарбатайдың немесінен шығады деп шығады деп. База ол Тарбатайда бар. Тарбатайда бір база бар. Біз ол адамдарды неткен жоқпыз ғой. Ең бастысы жаңадан шыққан, осы уақытта шыққан адам үш адам болып тұр, қалғандардың барлығы былтырғы жылдар келген. Неге қарай алмаймыз оны? Өйткені сенің территорияңа жатпайды. Ол ағзаға жатады. А ол онда неге біздің списокқа беріп тұр? Компания біреу. Ертең ауырса ешқайда апармайды, осында келеді ғой. Компания біреу. Содан кейін мына тәртіпке байланысты менің бір ұсынысым бар еді. Жалпы осы мәселеге. Кім қайда? Анау шақыр сағат Мәдиев. Комиссияның жұмысына қатысты. Енді Данияр Кенжетаев біздің қасымызда ертең болса күнде жүре бермейді. Ал енді бір ситуацияны оқылады, комиссия аяғасынан жиналу керек. Осы жиналатын елмен сөйлесіп беретін осы комиссияның бастығы осы шақырып. Мүмкін аудан әкімімен сөйлесіп осы мәселе бойынша басқарайық. Онда былай болсын. Төрағасы мен боламын, а сіз менің орынбасарым. Өздері айтыңдар. Тұра тұрыңдар. Бір минут. Данияр Кенжетаевич, кеше сіз айттыңыз. Тұра тұрыңыз, бір минут. Шуламай. Кеше сіз айттыңыз, мына Қытайдың азаматтары пока шыққанша сіз осында болам дедіңіз. Ой. Сен өтірік айтпайын. Жоқ, кешіріңіз, мен өтірік айтпайын. Кісімін. Бірақ сен мынау жала сөзді қояйын елай. Міне бәрі қалып отыр. Тек қана сендерден осындай ыстық мәселе басталады. Сен? Жоқ, мен ыстық мәселе басталған жоқ. Бітті. Жоқ, сіз неге мен үйтіп аузым жабасыз? Біз комиссияның мүшесіміз ғой енді. Мен қазір кеттім. Бір жетінің ішінде шешен деп айтты ғой. Мен айтып келемін. Содан кейін 10 бір жетінің ішінде шешен деп айтты. Енді мен сізге ол сұрақты қойып отырған. Болды енді, барлық келісімге келді. Сіздер осы мәселе жаңадан бастамаңыздар. Болды. Данияр Кенжетаевич,
қойыңыздар. Қазір міне сіздің осы сөзіңізден кейін тағы халықтың наразылығы шығады. Мен сол шықпасын деп сізге сұрақ қойып отырмын. Мен сізге айттым, міне. Барлық мәселе бүгін шешілді. Мен дүйсенбі күні тағы да сағат 10-да осында боламын. Содан кейін 10 күннен кейін тағы да осында бір мәселені беремін. Ал 10 күннен кейін уже мен өзімнің жоспарым бойынша айтып берейін қандай мәселе. Мүмкін сол 10 күннің ішінде бір мәселе шешілмесе, тағы да келемін. Міне. Халықтың основной, кешегі халықтың основной требованиясы енді орындалған жоқ қой. Бірінші. Шекарадан шығару деді мына қытайларды. Жаңағы тәртіпке байланысты. Біз өзі бір жақты болмауымыз керек. Мен жаңағы комиссияның бастығы Данил Кенжетаев, енді замын менше Данил Кенжетаев сіз өзіңіз таңдағаныңыз дұрыс. Жоқ, тоқтаңыз. Сіздер жарайды, міне еркі болам, білімді жүр. Болмасын. Жоқ, енді тағы неше түрлі өсек адам одан шығып провокаторлар шығады қазір. Сөйту керек, бүйту керек. Соны енді біз мысалы ауданның басшысы емес, біз тәртіпке салуымыз керек. Керек болса осы комиссиядан қол қойып, сол провокаторларды милицияға беріп жазаға тартқызатындай болу керек. Милиция бар, тұртартуы бар. Бізге керек жоқ, бізге төбелес керек жоқ, ештеңе керек жоқ. Бәрі паспортпен шешіліп жатыр ма, ол шешілу керек. Бізге құлайғай, жаңағы өсек аяқ ештеңе керек жоқ. Енді аға сол үшін жиналып отырмыз ғой біз. Сол үшін жиналып отырмыз ғой. Халықтың арасында наразылық болмау үшін, артық неме информация болмау үшін деген. Қазір айтып алайын. Адамдардың ішінде аяқ астында неше түрлі шығуы мүмкін. Қазір көшеде бір қытайлық болып ана Қытайдан біреу кіріп кетті, міне сөйтіпті бүйтіп. Сол сияқты провокаторларды орнына қою үшін мен сіздерге айтып отырмын. Біз осы комиссияда қол қойып тәртіпке шақыруымыз керек. Дұрыс. Иә, бәрі мысалы аудан әкіміне не болмаса басқаға жүктей салмауымыз керек. Одан кейін екінші мәселе, аяқ астынан бір ситуация бола қалғанда, мысалы Данил Кенжетаев Өскеменде. Аяқ астынан әкіммен бірлесіп, мысалы комиссия жұмыс істеп кету керек болса, бізді шақыратын кісі керек деп тұрмын мен. Дұрыс. Иә, осы мәселені арбап жүрсіз. Жаңа бір мәселе бітірмей екінші мәселеге ауысып кеттік. Жаңа біз айтып кеттік қой, соның арасында біздің арамызда міне Рүстем отыр, сол тікелей сол компаниялармен арасында жүрген. Комиссияның мүшесі Рүстемнің өзінің бір айтарлары бар, жаңағы немелер бойынша, специалисттер бойынша, өзінің жұмыстар бойынша, өзінің жүрген немесімен ана компания салыстырып 20 өртке таңғап келді. Өзінің нелері бар, бір ауыз сөз. Как специалист ретінде өзің көргенде. Енді мынада қорғанғанда мәселе жаңа айтып жатырмыз ғой, дефицит кадр. Қазір біз бәріміз негізгі мақсатымыз қытайларды шығарамыз деп жатырмыз. Ертең бірақ олар кісілер бізге айтады, бізде кадр жоқ деп. Және өз көзімізбен көрдік. Узкий специальность жоқ. Енді мынау обстановка былай болып тұр. Данил Кенжетайұлы, бізде жұмыспен қамту орталығы бар. Оларда вакансия немелері бар, жұмыс орындары. Бірақ біздің Қытай компаниялары бұл базаны толыққанды жұмыс істемей отыр. Олар кадрлар алғанда қасындағы маңайына жаңа бақтағанын өзі айтты бізге. Міне мына кісі өзім тамыр таныстарын әкеледі, бүйтеді деп. Бірақ базада қарасақ біз бәлендей адам. Сондықтан да олар бұл базамен жұмыспен қамту орталығымен жұмыс істеу процедурасын білмей отыр. Себебі онымен айналысатын заңдары болсын, главный инженер болсын, мамандар жоқ. Олар технический специалисттер. Жаңағы санитарный мәселесі болсын, кадровый мәселесі болсын, олар Қытайлар қойғанда қазір ол жағы кішкентай ақсандап тұр. Енді бұл проблеманы шешу жолы мен ұсынысым. Бізде қазір қолданыстағы заң бойынша частный агентство занятости бар. Ол өзіміздің Қазақстаннан шыққан агентстволар кадрлық вопроспен айналысу керек. Мысалы, ол егер час болатын болса, біз мынандайда отырмаушы едік. Чаздың мамандар отырады, неше Қытай, қай жылы туған, жасы нешеде, қандай мамандар, барлығы учет болушы еді. Мынада учет болмайды. Сондықтан да бұл мәселені чазбен жұмыс істеу керек. 4 база тұрма, 5 база чазбен жұмыс істесін. Біздің Қазақстан заңы бойынша. Ал час дегеніміз, ол базадан кадрларды алады. Мысалы, Қостанайда кадр жоқ па? Кадрды әкеледі, үкімет ол үшін подъемный береді, командировочный береді, бәрі қарастырылған. Осы мәселе бізде үкіметте істелінбей тұр. Бұл чаздың жұмыс жүрмей тұр. Ал Қытайлар болса 500-600-ге жуық мамандар алып отыр. Қанша вакансия тұр. Одан кейін екінші мәселе. Жаңа Қазавтожолдың представителі болды. Қазір бізде проекті бойынша госэкспертиза әлі шыққан жоқ. Бір мәселені шейіп бөлейін. Екі мәселені, бір мәселені ол мәселе бар. Мысалы, қазір біз осы маманды басқа бәрі Қазақстандан іздесек, онда бір мәселе.
Ал енді менің ойым бойынша қалай да болса да осы жердің жерлестерін дайынданған. Ол осы жердің жерлестерін дайындау болмаса, онда біз Қазақстаннан іздейік. Мәселе жоқ онда. Но бірақ та менің ойым бойынша бұлар, мысалы, бульдозерист керек болса, бульдозерист осы жерден табуымыз керек. Осы жерден табылмаса, онда екінші мәселе жазбен жұмыс істеңдер. Қандай мәселе? Осы жерден таба алмай отыр ғой олар. Одан кейін Қытайдан әкеліп жатырмыз деп бізге сылтаулатып отыр. Біз кеше біз былай істейміз. Қазір біз мына бар мамандыққа аламыз тізім. Мысалы, осы жерде 42 ме қаншама жұмыскер қытайлық бар. Біз айтамыз, міне, содан кейін әкім сөйлеген, мәслихат, халықты жинап айту керек. Міне, кім осы жұмысқа мүмкіншілігі бар барады. Мысалы, сіз келесіз, мен келесіз. Сонда біз өзіміздің арнайы орындарда, колледждер, басқа оларды дайындаймыз. Оқса, ал енді айтса, жоқ, мен беріп бармаймын, керегі жоқ. Онда біз жазбен істеу керек. Менің жоспарым, менің ойым біріншіден осы біздің жерлестерге жұмыс беру. Ұқтыңыз ба? Сол себептен менде қарсылық жоқ. Сіздерде қарсылық болмаса, менде қарсылық жоқ. Бұлай істеу керек. Тізім бар. Мына 42 халықтың ішінде қаншама жұмыскер бар. Мысалы 20 сот жырда кересіздер. Сіздер бірге қарайсыздар. Содан кейін маған ұсыныс беріңіз. Мен сонда барлық басшыларды шақырып айтайын, міне, бізде мүмкіншілік бар, бульдозерист өткіземіз, геодезист бізде ештеме жоқ, оны Қытай келсін, сонда солай бөлу керек. Ұқтың ба? Не жаман менің ұсынысым? Сол енді дұрыс қой. Солай істеу керек. Мысалы, сіздің маманыңыз қандай? Мен? Иә. Былай оқығаным юрист. Юрист, вот тамаша. Вот юрист келсе, мына жігітім істеу керек. Геодезист барса, давайте геодезисті табайық. Геодезисті тапқаннан кейін, біз біріншіден сол ұсынысты мына геодезистке айту керек. Ал енді мына кісі айтса, жоқ, мен мына қытайлықтан жұмыс істемеймін, онда басқа мәселе. Онда тек қана екі жоқ. Басқа жақтан іздеуіміз керек. Екінші мәселе Қытайлықтан әкелу керек. Осылай шешу. Қазақстаннан табылмаған жағдайда дейсіз. Иә, ол дұрыс қой енді. Бірақ тағы да бір мәселе жоқ, уақыт мәселесі шығады. Уақыттан ұтылып тұрамыз. Басқаша жоқ. Екінші мәселе. Басқаша жоқ. Онда осылай шешуіміз керек. Қазақстаннан табылады ғой. Жоқ, табылады, но кейбіреу келмейді. Менің онда тәжірибем бар, мысалы, анау металлургия заводтарға табысы да тамаша келмейді. Жай ғана қазір айтамыз, келеді деп. Содан кейін іске кіріскенде келмейді. Ну жақсы. Осы мәселені осылай шешу керек. Болады, келістің бе? Сен айналайын, келістің бе? Осы сұраққа келістім. Осы сұраққа келістім. Енді екінші мәселе. Екінші мәселе уже болған. Көрдің бе? Бітті шеру. Біз основной Айтылмады ғой. Баға туралы. Сенде неше кісі бар Зайсаннан? Бұнда көп адамды мен тасимын. Учет бізде жан-жақтан. Учет онда жүрмейді. Өйткені жан-жақтан оралған шақырады нақтайды. Сол үшін жаңа айтып кетті ғой. Учет полициясы учетін тұрғызып, қай уақытта сұрау керек. Потому что біздің Зайсаннан адам аз. Мен білемін, мен тасимын адамды. Жан-жақтан әкеледі. Көбінде оралман шақырады. Оның дұрыс айтып Содан кейін Оралман шақырады. Сағит Кентаевич отыр. Кадр мәселесі қайдан білесің бізге мысалы? Қайдан білеміз? Тексеру керек. Кім тексереді? Кімнің құқығы жүреді ол ақша? Тексермейді. Жерлестер. Вот ұсыныс келсін. Мысалы, миграционный полиция туралы. Сіздер мен дүйсеме көргенде соны жазып беріңіздер. Сонда мен тағы Сағит Кентаевичпен келеміз. Ол кісі осыны қарайды. Миграционный полиция осы кісінің қарамағында. Ол кісі сіздерге компетентный жауап береді. Бәрінің қазіргінде экспорт деген өте жақсы. Ол енді кейбір кезде өте пайдалы, кейбір кезде пайдасыз. Неге десеңіз, біз дайындалуымыз керек. Содан кейін заң ретіндегі заңға сәйкес біз жауап беруіміз керек. Сол себептен біз сіздер барлық сұрақтарыңызға қазір мынау миграция туралы, содан кейін жұмыс орны туралы жазыңдар. Мен сізге ұсынысымызды айттым. Солай ма? Так, енді үшінші мәселе ол айтылған жоқ. Ильяс,
3 күннен кейін елеп 3 күннен кейін саны білім станция осы эксперимент тағы да мүмкін барса бармаса да анау үш базаны тексереді официалдық түрге официалдық маңызда құжатты дайындаңдар, содан кейін комиссия осымен таныстыру керек. Бітті. Содан кейін оған қытайлыққа береміз. Міне мынандай мәселеде сонда кемшілік табылды. Уақыт қоясыздар, содан кейін екінші рет тексересіздер. Келістік пе? Келістік. Енді қандай сұрақ бар? Сол основной жаңағы сұрақ қой, енді қай уақытта жаңағы халықтың талабы жаңағы сол қытайлар қай уақытта шығады деген. Комиссия мүшелері. Кешеден бері солай ең басты не болған. Енді бізде мысалы кеше сұрақ жатыр. Мына жер халықтың өкілі болып комиссия мүшелері. Ол кісі айтты ғой, қай күні кетеміз де 5 адам. Неге ол кісі провокатор болып шығады? Мен соны түсінбей отырмын сіздерді. Мына комиссия мүшелері. Мен сізден сұрап отырамын, сізден сұрамай-ақ қоймын. Комиссия мүшелері. Неге провокатор болды, соны айтыңыздаршы. Мысалы, сіз үстемдік құрып айтып отырсыз ғой, ондайды көшірме, ниет береді. Мысалы, біз халықтың ойын жеткізіп отырмыз. Дұрыс түсінеміз, да? Мен сізбен екінші күн жұмыс істеп жүрміз. Бірге болдық қой. Міне, жетіспей отыр, халық келіспей отыр. Соны айтыңыздар. Міне, Қабек айтыңыз. Мен сөйлейін сіздерге. Пожалуйста. Мына мәселе көтеріліп басталғаннан кейін мен міне қанша кешелі беріп жүрміз, сәрсенбілер басталған. Бұны сіздер бәріңіз естіп отырсыздар. Бұлар естіген жоқпыз. Бүгін Қытай қатты емес. Алдында неше айтылған, екі Қытайлар өткізді, мында жатты, 14 күн сақтарды қойып. Бәрі естіп отырған оны. Бұл тек қана бұл әңгіме не жерде мынаны түсініңіздер сіздер. Bir нәрсеге бұрып әкету деген әңгіме емес. Бұл жерде ауылға келгеннен шыққан жаңа ескерту болмаған. Дұрыс қой. Осыдан халық көтерілді, билік бармады деді, әңгіме шықты. Енді міне мында жазылды, кешелі бері түнімен жазды, бәрі қазір де жазып отыр. Шекара жабылды ма, шекара жабылды ма? Шекара жабылды. Елдер айтты, арандатуға түс. Міне жерде мынандай мәселеге кетпеңіздер сіздер. Халық айтып жатыр, халық шығып отыр. Халықтың кешегі мақсат, кеше халық арандатам десе мені тыңдамаушы еді. Есікті шағып кіруші еді анда кірем деген халық. Сондықтан халықтың арасында да бар ол. Бұл жерде елдің 5 саусақ бірдей емес. Мен халық жаққа шықтым ба? Мәселені көтердім бе? Көтердім. Облыс әкімі келді ме? Келді. Облыс әкімі тыңдады ма бізді? Тыңдады. Облыс әкімі шекараны жапқызамын деді. Бізбен ерді ме? Ерді. Бұл дұрыс қарап, екі жақ баланс жүріп жүрсе керек. Қазір мынандай әңгіме шықпасын. Еркебұлан әкім жаққа өтіп кетті. Шығады. Ол провокатор шығарады оны. Дұрыс. Провокатор. Сондықтан бізге Зайсан халқына кеше сұрадық, елдің бәрі айтты ғой. Біз мұнай сұрап отырған жоқпыз, біз газ сұрап отырған жоқпыз. Шекараны жап деп сұрап отырмыз. Біз шекараны жапсын деді. Мынандай бассыздық болмасын. Жергілікті билік халықпен жұмыс жасайды. Жаңа да айттыңыздар өздеріңіз, жергілікті билік халықпен жұмыс жасады деп. Оны естіп отыр, ол жұмыс жасалады. Сол үшін біз қадағалау үшін осы комиссияны құрдық па? Комиссияның шешімі. Біреу провокатор, халқынан талап етеді. Халықтың ішінде бар ғой, сіздер қазір қараңыздар. Халыққа көкке топырақ шашуға болмайды. Бірақ халық сауатты болу керек. Қазір жинаңыздар халықты. Халықтың ішінен өзі сұрағанда халықтар да біледі. Кімнің көзі ашық, кімнің кеше халықтың ішінде мұғалім де жүр келген. Депутат та жүр. Мәслихаттың депутаттары да тұрды ана жерде. Зиялы қауым да тұрды. Бәрінің мақсаты мынау ғой. Шекараны жапсын. Мен өзім жүрмін ғой. Еркебұлан рахмет саған, Еркебұлан рахмет бәрі. Еркебұлан балам рахмет. Дұрыс осы. Енді бәрі тарқасты, комиссия құрылды. Албаты қай жерде комиссия құрып жатыр? Бүкіл Қазақстанның проблемасын Зайсан азаматтары көтерді. Дұрыс па? Дұрыс қой. Зайсан азаматтары. Енді бұл шекара жабылды ғой. Жабылды. Міне, жалған емес. Ертең мемлекет жалған айтса, халық ойламасын. Мына 16 адамды келістіріп алып, сендер мемлекет қабылдайды енді. Қарар шықса, журналистер айтады, жабылды деп. Егер журналистер екі күнде мысалы бұнда айтпай жатса, біз не талап қоямыз? Журналистер неге айтпайсыздар? Енді халық біздің сөзімізге сенбейді 16 адамдар. Сондықтан бұл жерде менің де мақсатым сол болған. Халықты арандатуға апармау керек. Халыққа теріс пиғыл жүргізбеу керек. Оны пайдаланып кететін азаматтар бар, небір азаматтар бар. Бізге ондай мақсат керек жоқ. Бізге халықтың шекара жабылды ма? Жабылды. Клей өткізіп жатыр дедік па? Міне, саудагерлер апайлар өзі Мамыр апай кеше жаны шығып айтты ғой. Мамыр апай айтып отыр, бір ай болды. Әлі өткен жоқ дейді. Енді былай болады. Халыққа да осыны жеткізуіміз керек. WhatsApp-тан бәріне. Біреу бүйтіп айтуы мүмкін міне. Кеше күнде келіпті, маған шықты. Мысалы кісілер шығып жатыр, Еркебұлан амон келіп сені алып кетті деп жатыр, қайтасың. Енді қараңыздар, ол былай болады. Қазір сартерек естісем мынаны, айналақ естісем, өре келеді. Мә, кеше Еркебұлан бізге сенем деген Еркебұлан жоқ екен деді. Бірақ қапты. Сондықтан бұл мәселе былай болады.
мәселені қозғадық па? Данияр Кенжетаевичке рахмет. Облыстан келді міне. Қазір осы ситуацияның басқасын араласып, біздің айтқанымызға жығылып, біздің міне қанша талаптарымызға мойын сұнып, иә осындай. Бұл заң деген нәрсе. Халқым заң деген нәрсе. Бас көз жоқ, мынаған қарай жүре бер деген болмайды. Сен қазір не жерге барып орға түсесің, дүнк өткізіп. Бітті. Қаншама халық туып алды, туға болмайды. Ол білмеген халық қазір бізге ереміз деп тұр. Дұрыс. Еркебұланның сөзі дұрыс. Кеше халық айтты маған. Еркебұлан, сені тыңдаймыз, ереміз. Сені алып кететін болса бермейміз деді. Мен рахмет халқым дедім. Сол үшін сол жерде чүн шықпасын, комиссия құрсын дедім. Айғайлап тұрып айттым. Ішінде болды 2-3 кісі. Көріп тұрмыз, керек жоқ комиссия бізге кіреміз мынаның ішіне деп. Жастар да болды, дұрыс. Комиссия құрылсын деді. Комиссия құрды, 16 адам. Енді комиссия құрылғаннан кейін бұл халық қазір тыңдап отыр. Мен уақыттан кешелі жаздым ғой. Мынандай ситуация болды халқым. Рахметін жаудырып жатыр. Балам рахмет, саяси дұрыс көзқараспен елді ушықтырмай, әдемі жиын өткізіп, халықтың көзін, биліктің көзін жеткізіп, халықтың қандай екеніне. Зайсанның беделі, Зайсанның азаматтарының кеше өлім жүр, оқыңыздар. Зайсанның бөрілері деген. Қандай жақсы шығарған. Ол жерде де арандату жоқ. Зайсанның бөрілері бар деген әңгіме бар. Мен айттым, дұрыс, халық бір-бірін ұстау керек. Сондықтан міне жерде шығады, мен сіздерге 100% айтамын. 10 адам, 15 адам провокаторлар шығады, қалған халықты итермелеу керек. Біз халыққа осы мақсат жүзін түсіндірдік па? Қазір мен айтайын сіздерге, бұл мен осыны 1 ай бұрын айттым, 2 ай бұрын айттым, ертең мына ұшып кетеді, жер кетсін. Мына мен сіздерге қазір айтайын, сіздер қазір бүйтіп айтып отырсыздар, былай болады, халық былай. Халық толқыса сіздер айтайын. Халық толқыса, мына халықтың көріп қазір бас көзі кетіп, мына торговый тұрғындарымыз, мына үйлеріміз өртенсе не боламыз? Думған боламыз. Өртенсе, бірі халық тепкілесе, мына жерде тұрған ішкі істердегі біздің ол міндетін өткеріп тұр, кеше тұрды, біреу ләмейін деген жоқ тұр. Енді ол азаматтар өзіміздің халқымыз. Біз мына жерде заман дамыған кезде сананы жаңғыртуымыз керек. Бізде мынау қазір бәріміз мынаған үйреніп алғанбыз. Міне, мынау айт деген кеттік. Кішкене кітап оқып, неде жұмыс жасату керек, адамдарды өлтіріп алмау. Қазір ана қырғыздар өртеді, не болды қырғыздар? Көріп отырмыз ғой. Не болды қырғыз? Сондықтан бұған сіздер бүйтіп түсінбеңіздер бір-бірлеріңізді. Халық бір-бірімен ұрыспасын. Мынау провокатор. Бірақ жаңа Қабелов айтқан дұрыс айтады. Қазір біреу бүйтіп айтуы мүмкін. Ана Бәленбай сөйтіп қалды, немесе Бәленбай ауылда Бәленбай ауырып жатыр. Прокурорымыз айтты, жаңағы ішкі істер бөлімі айтты. Кім еститін болса, сол жерде мысалы, қазір мүмкін айтуы мүмкін, Көкедай ауылында міне түнде ғана келді кәсіпкерден мүмкін. Айтты ма? Тарады ма? Зайсан аға ішкі істерін аламыз. Комиссияны кім бар? Соның үйіне барамыз, айтқан кісіге барамыз, жүрейік. Сен айтқансың, жүр. Барамыз, кәне келдің ба, кәне қайда? Нешеде келдің, әкел визаны. Көреміз, таможняға барамыз. Ал егер ол жай лақап болып, біреуге жаңағы сөз таратса, ол өтірік сөз таратқан адам болса, ол халық тіркеге салмау керек бұлай. Жауапкершілікке жауап беру керек, ол өз басымен айтты ма, мойнымен көтерсін. Сондықтан провокацияға жол бермеуіміз керек. Біз 15-інде біздің мүддеміз жаңағы шекара жабық болды ғой. Шекараны алда бұйырса мүдде болды. Былай қайтып келе жатқан қазақ өтеді, Қытайға барам деген біраз жауып тастады шекара. Болды. Енді ол телевидениеде бүгін хабарлану керек. Қол қойылып мемлекеттен қаулыға қол қойылады, мемлекеттен айтады, Қазақстан Республикасының шекарасы жабылды деп. Бүгін айтпаса, мысалы ертең айтпаса, айтамыз біз онда пандемия. Біз мына 16 адам сонда шынын айтқанда мынадан теуіп кетті ме деген сияқты. Сондықтан ол қабылданды десе, ол жабылады. Екінші мәселеміз, біздің ең бірінші мәселеміз жаңа Қытай жатқызбаймыз деді. Қазақстан бойынша осы мына жерде кіргізбейміз деді. Халықтың талап сол болды ғой. Ол талапқа қол жеткіздік деп ойлаймын. Енді жаңа мына базаны тексердік. Бұл халықтың ішіндегі ең басты проблема болған. Қытайда көп ақшалар, біз азбыз, қазақтар жұмысқа кіре алмай жүр. Енді мына мәселе бар, жігіттер, мен сіздерге айтайын. Жұмыс ауыр жерде. Істеймін деп, жігіттер кіріп кетіп, ертең мен мынаны істей алмайын. Қытай халқының жұмысын сіздер жақсы білесіздер, жатпайды бұлар. Бұлар сол сменмен ауыса береді. Мына тас-тасып жүргенде КамАЗды аударып алды ана жігіт. Істеді. Өзі қиналады ол. Неге? Оған біткен. Сен кешкісіменге түсесің деген. Біз қазақ таңертең ұйықтаймыз ба? Ұйықтамайды ол. Үйде ана қоқ шығарған. Кешке жақын жоқ, бір КамАЗ аударып қалды. Білесің ғой. Енді оны қалай тарады? Сен айтшы. Қалай тарады? Халық, мен өзім саналы түрде екен. Халық оны шыққан жоқ, көп саналы. КамАЗ аударып қалды ма? Бәрі ана қазақ қолға болды. Енді Қытай тегін істеп КамАЗ тауып. Солай болды.
енді ол жігіттің өзінен конфликт болған жігіттен сұрады ғой, сен не болды дегенде жігіт айтты, көзім қалып кетті. Мен көзім қалып кетті. Енді бұл жерде сосын мынандай әңгімеге тарады елде. Қазақтар специально кешкісімен болған, күндізгісімен бол үйінде өзі жұмыс ауыр, сондықтан сен күндізгісімен де үйінде ұйықта деді ме? Ұйықтауым керек, мен өзі күзетіп істегенмін студент кезінде. Күндіз ұйықта деді ме, үйде ұйықтамай кешкі жүріп қыздармен студентпін ғой, көше қыдырып кешке келгенде екі рет жұмыста ұйықтап қалған күзетіп отыр. Ол ауыр. Бірақ біздің азаматтар кіреді. Айтылды ғой жаңа, комиссия бардыңыздар ғой. Ол жігіттерді біз кіргіземіз. Азаматтар жұмыс істеу қысым болмау керек. Жаңа олардағы профсоюз бар, сіз мүддесін қорғайсыз соларды. Қандай мүдде айтады? Профсоюз бар. Жоқ, құрылса дейді. Сол профсоюз қыздар болса, бірден сол халықтың, сол жұмысшыларды, ол жерде мына 16 адам емес, бүкіл жұмыстың талабында. Жұмысшылар, қазақтар жиналады бір жерге міне. 16 бүгін қаратыңыздар ма? Профсоюз бекітеміз десе қабылданып, сосын ары қарай жұмыс істеп. Сондықтан біз елді шулатып ақ бір отқа айдап жіберу деген менің де басты мақсатым болған жоқ. Халықтың да басты мақсаты. Сондықтан солай артық нәрсеге бармайды. Мен айтып берейін. Жас енді сол вопросын көтеріп отырсың. Бұл халықтың бәрі ойлап отырған кірген мына жатқан жігіттер өздерінің көзімен ашық көзімізбен барып қарадық, паспорттерін көрдік. Келген қытайлардың мына телефон 10 күннің артында келген ұшақ Қытайымызға бармай екен, олар через Алматы келген, олар жаңа өздері вагонның карантинде жатыр. Рас па? Рас. Қалғандардың барлықтарының паспорттарын тексердік, олар былтырғы жылы келген. Былтырғы жылы келгендер кеше біз 3 сағаттан деп айттық, 13 сағатта біз қуа алмаймыз. Өйткені бұл өздерінің түсініңдер. Бұл мына Қарабұлақ пен Қараталдың арасы емес. Екі үкіметтің ортасында тұрған келісім шарт. Иә. Мен кеше де айтып жатырмын, таяқтың екі ұшы бар. Bir таяғы бізге тисе, екінші таяғы Аллаға тисе, ертең бізге тиеді. Ол жақта да біздің азаматтарымыз бар. Ертең қудалап айғайлап шыққан болмайды. Сондықтан сыртқы істер министрі бар, екі жақты келісім шарты бар, компаниямен айтып отыр ғой. Барып келісеміз өз орнынан. Содан кейін бұларды неме түрінде отпуск беремін, қандай деме шаруа арқандап қоя беріп жылытып сақтап қоя береді. Содан кейін қайтадан тырысамыз деп отырмыз. Біздің бағанадан біз мақсат айтып отырған мақсатымыз бір оққа. Қайтадан олардың жұмыстарын көп тартпауға, өзімізден специалистен жұмысшыларды тартуға тырысамыз деп отырмыз. Сол ғой мақсатымыз. Енді сіздерді халыққа түсіндіру керек. Біздің осында кірген ешқандай 40 бәлендей адам жоқ екен. Осынша адамдар осы былтырғы ноябрьдің, сентябрьдің, ноябрьдің ішінде келген. Үшеуі ғана келген екен. Үшеуі де үлкен инженер технический работниктер, Рүстемнің қол астында жатыр, өзі юрист сонда. Үшеуі де сол карантинде жатыр. Міне 4 күннен кейін оның карантині бітеді. Иә, 4 күннен кейін карантині бітеді. Алла дұрыс болса, онда жібереді. Қой немесіне. Олар басшылар екен. Енді басшылар қалмаймыз ғой. Өйткені мына өзі келісіп қанша миллиард ақша төлегеннен кейін ертең оның бәрі жауып тастап өтіре алмаймыз. Сондықтан міне халыққа түсіндіре беріңдер. Ешқандай неметпесін. Бұрын кеше осы жердің ішіне кірген ешқандай келген Қытай жоқ. Бұрыннан келген Қытайлар олар жатыр. Оларды шығаруға міне сөз берді. Алла бұйырса шығарамыз. Орда басқа өзімізден жұмысшыларды нетеміз деп. Енді Алла берген ауру ғой енді. Ана пайғамбарымыз айтады ғой. Алла берген аурын өзіне қайтса дейін табылады. Жалғыз ғана Алла тағала кепілдік бере алмайды, өлім ғана кепілдік бере алмайды. Сондықтан бұл ауруға да бірдеңе табылатын шығар. Бұл алды болатын шығар, бәрі жақсы болатын шығар. Бізге әкелмей қойсын. Соны халыққа түсіндіре беріңіздер. Ертең ана неге шығармайды, 3 күнде айнеп айтатын ол екеуі алдың ортасында тұрған жоқ. Ол кішкентай бітті ғана саналарың көп, кішкентай білімдерің болатын болса, оны түсіну керек. Негізінде. Ол айғайлап шыққан болмайды. Сондықтан бұл сөз беріп отыр, істейді. Солай ғой? Оларды былтырдан бері жүрген адам, олар ауырса да оны тарата қояды деп мен ойламаймын. Олар біріне бір контакт болмаса. Сондай кешеген. Осы ғой енді. Мысалы, жаңағы мемлекет шешеді деп отыр. Оны мемлекет шешеді. Солай, сен нағысы үстіне басып бар. Жоқ, мен Мамыр апай, мен түсініп отырмын. Мен сол үшін сол кісіге сол сұрақты қойып отырмын ғой енді. Қазір шеше алмайды мүлде. Қазір шешілмейді бұл. Бір әңгімені қайта мыжып айта берген мүлде жоқ. Тырақтат қой. Облыстың әкіміне жалғыз Зайсан мен үшін енді бірақ жоқ. Облыс содан кейін айтайық. Мына кісі разылығын айтып отыр бағанада. қайсы? Міне мына кісі айтыңызшы разылығын. Тыңдап отыр. Естіп отыр, содан кейін айтайық. Халықты арандатуға болмайды. Халықты сіз несіге айтайын? Халықты қазір өте сауатты халық. Қазір халық ақымақ емес. Халық бәрін біледі. Мүмкін шығып айта алмайды. Мен тура айтайын қазір. Шығып айтатындардың бәрін білесіздер, не болып жатқанын да. Содан кейін
сіз айтасыз, біз рахмет айтуымыз керек. Бірақ сіз кешіріңіз мені, Данияр Келештаевич. Не үшін мен сізге рахмет айтуым керек? Бүкіл комиссия мүшелері не үшін рахмет айтамыз? Ол айтылды ғой, бір ай бұрын жабылу керек деді ғой. А неге ол жабылмай тұрды? Сіз көзіңіз жеткіздіңіз, ол жабылмай ашық тұрды. Сіз облыстың әкімісіз, это же все под вашим контролем. Сіз кешіріңіз мені. Сонда бұл қалай болып кетті ме комиссия мүшелері? Не болып кетті? Жоқ, комиссия мүшелері сонда қалай болды? У нас есть государственная власть, есть у нас, да? У нас есть органы государственной власти. Вот представитель государственной власти. Есть на местном уровне государственной власти, районе. Кешіріңіздер, лошадь айта берейін. Есть прокуратура, да, тут сказали, есть, да? Есть СЭС, есть пожарная. А почему вот такое чего должно? Почему народ должен бежать на улицу? Почему такие стыковки? А потом в конце народ почему должен быть крайний? И потом говорит, народ, халық сондай. Ішінде ақымақ болады, бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді. Сіз халықты айтпаңыз. Енді міне түнде қарап отырмын, видеолар жүр. Мына приозерный, там народ вышел, күнімен шулап жүр, мына ауыл сияқты. Ақжар шулап жүр. Давайте комиссия құрайық деп ауданға кемарда. Ну вот, облыс әкімшісі. Қалай түсінуге болады бізге? Мен қарапайым осы жердің тұрғынымын. Мен қалай түсінуге болады? Түсініңізші, сіз осы халықпен. Бірақ мен рахмет айта алмаймын сіздердің жұмыстарыңызға. Мысалы, сізді айттым ма, прокуратура деді ме сізді? Мен рахмет айта алмаймын, кешіріңіз. Бұл сіздердің істемегендеріңіздің несі. Енді әбден өткенде бәрі қалай сонда бұл? Біз қайда өкіметте тұрып жатырмыз? Почему у нас не работает уровень государства? Почему они не работают? Почему у нас такие шешімдер? Осындайға жеткізбей просто мен шешіп тұрмай мәселені айтып отырмын. Жоқ, мәселе ол шешіледі. Вы все говорите о последствиях. Нельзя до этого говорить. Жоқ, сол бастап айтып жүрміз. Осыған жеткізбеу керек еді. Бәріміз айтасыз, рахмет айтуымыз керек. Қандай жақсы болды, біз қуанамыз, шекара жабылды. Мы вместе должны были спокойно спать, что шекара жабылып, кешіріңіздер, дауысым шығып кетті. Но мен же ішіне сыймайды. Жоқ, сіз ішіне істеу керек, айтсаңыз. Алдын ала болу керек. Бір ай неге жабылмаған Халық қарағандаппай, халықтың сүтпен, сонда Қордайда 11 кісі өлді. Қордайда 11 кісі өлгенде именно сол провокаторды кеседі. Кеше мысалы ана жерде бастап жүрді. Бір жастар бәшкеге тас тиіп әкетті. Ана мамонның басына бір оны тас тисе, одан кейін ана жерде қырғын басталса, сізге сол керек пе не? Жоқ, сіз түсінген жоқсыз Провокатор деген болмау керек. Провокатор адамдарды жаңа итерген адамды біз өзіміз ұстап заңға айтуымыз керек. Міне мынау адамдар жүрді. А біз халыққа істеген шаруаны түсіндіруіміз керек. Кешеден бері Данияр Кенжетаевич бізбен бірге бәріміз жұмыс істеп жатырмыз ғой. Жаңа шекараға бардық. Енді бұл кісілер облыстан келді, бәрсіздер елдік келіп отырған жоқ. Халықпен кездесуге келді. Халықтың проблемасын, мемлекеттің проблемасын шешуге келді. Келді, заңға сәйкес шешіп жатыр. Аға, тұра тұрыңыз бір минут. Сіз мына кісіні дұрыс түсінген жоқсыз. Сіз мына кісіні дұрыс түсінген жоқсыз. Бұл кісінің айтып тұрғаны неге мынандай жағдайға жеткізді? Жергілікті әкімшілік неге дұрыс істемеді? Түсіндіру жұмыстары неге жүргізілмеді деп тұр. Қалай көргеніңіз? Көтерген мәселе сіздер өзі бірдеңе тыңдамайсыздар ғой не үлде. Мен бірінші көтерген мәселем сол болған. Мені қайда деп сіздер неге тыңдамайсыздар бір-бірлеріңізді? Маған шығып неге сөйтіп сөйлейсіз? Сіздер мен ең бірінші көтерген мәселем не болды? Мен советке кешіп бардым мен. 3 сағат мен бүйтіп айттым. Жергілікті билік қайда? Мынандай ушу болмаушы еді. Түсіндірме жұмыс қайда? Баса көктеп неге сақ? Бүкіл неге төсек сол кезде елдің бәрі айтқан. Дұрыс. Мен қайда? Міне мынау жетті. Енді сіз келесіз де сіз немен айтып тұрсыз. Сіздер кішкене мынаны салмақтау керек бұны. Бүйтіп айтсақ. Сіз салмақтасаңыз неге маған бірінші кетің? Мен немен айтып тұрмын сонда? Мен айттым. Мен бірінші ең бірінші жоғары жақта түсініспеушілік болды. Ол қалды. Еркебұлан дұрыс айтады. Жергілікті орган жұмыс істеу керек болады. тұра тұрыңыздаршы, мен айтайын. Облыстан приказ келді мәселе. Қордай емес. Жоқ, менің бірінші көтерген мәселем
менің көтерген мәселем. Мен қазақты Қытай сабап жатыр, қордайды біреудің басын жарып, мә өлтіріпті Зайсан тұрғындар енді Қытай сабайды деп. Менің мәселем мынау болған. Мен Фейсбукты оқып отырсыздар ма? Ертең бәрі оқимыз дейді, ешкім комментарий жазбайды. Мен Зайсанда проблеманы бәрін көтердім. Бәрі Фейсбукта жазатындар, осы аудандар дайындап қойған кісілер жазған. Жазғыш, оқыңыздар мен Фейсбугымды. Неге жазып жатырсың, не алпайсың ба? Осы сендер ақ сөйтесіңдер. Сол жерде жаздың, провокаторсың сен. Сіздер оқып отырып сонда неге жалдамайды? Жарайды, мен ол мәселе неге? Мына мәселені қозғам. Ауданда жұмыс жоқ. Ауданда ешкім түсіндірме жұмыс жасамайды. Неге деген жұмыс қозғалмайды? Осы мәселені мен апарып, жаңағы Сартеректе осыдан шыққан. Жергілікті билік неге түсіндірмейді? Коронавирус Сәбиляновтың өзін айтқан. Міне коронавирус келе жатыр. Мынаны халық сіздер шекараны жабыңыз. Шекарадағы 72 сағаттық визаны тоқтатыңыз. Ертең Қазақстанға кімдер келеді? Қытай кірмейді. Біздің өзімізге келетін ағайындар келіп кетуі мүмкін. Жаңа тамақ жеп кетейік, соғым басын жеп кетейік, немесе товар кіргізеді сауда. Ертең бір ошақ ішіп кетсе ие бола алмай қаламыз. Мына жергілікті жұмыс жасатыңызшы деп. Менде бәрі тұр. Сондықтан бұл бүгінгі бейбіт шешілген жатыр ғой. мен түсіндіріп айтып жатырмын. Жергілікті билік жұмыс жасамайды деп мен апайға айтып тұрмын. Міне мен сол мәселені көтергім. Жергілікті биліктің түсіндірмеушілігінен мынау басталып кетті. Жергілікті билікке шара қолдану керек. Мен өзім айттым ғой. Міне әкім түрде аудан әкіміне міне шара қолданыңдар деп. Денсаулық сақтау саласы жетіспейді. Осы мәселе олардың жетіспейді. Олардың келгеннен басып ана койкаларды қойып кешегі жиналған кезде мен жігіттердің ішіне кірдім ғой. Вот лидерді халықтың алдына барып түсіндіріп содан істеу керек еді. Тұра тұрыңыздар енді. Керек жоқ қой. Тұра тұрыңдар, міне жерде көпшілік ортасында отырмыз. Біз әлгі бағанда тұрғанымыз жоқ. Кішкентай сабыр мәдениет дегенді ойласаңдар, бір адам сөйлеп жатыр ма? Ана жақтан анау, ана жақтан біреу сөйлеп одан кейін болғаннан кейін екінші сөйлеп. Кішкене мәдениет деген болу керек қой, тәрбие. Не айтып жатыр ма? Айтып болғаннан кейін артынан ойларын қорытындырып шығамыздар. Былай болды, қазір айтпайыншы. Кеше 4-те келдік қой, жиналды. Келіп отырған жоқ. Көтеріліп тұрған және жиналды. Мал дейсің, маған бүйтіп айтты ғой. Қазір қалып кетіп қалса. Жоқ, мен сіздерге нақтысын айтайын деп тұрмын. Мысалы кісілердің бәрі тартақ деді, тартақ кетіп барады деді. Аға, сіз ол жерде болдыңыз. Мен сол жерде тұрдым. Ол неге өйтіп аузымызды жабасыз бір-біріңізді? Мен сізге дұрысын түсіндіріп айтайын деп тұрмын. Сіз абай түсінбей тұр ғой. Абай түсінбей тұр ғой, мен түсіндіріп. Сондықтан сағат 3-те келіп қалды халықтың бәрі. Келмейді деді. Мен айттым келеді дедім 4-те. Келді ғой 4-те. Сіздер келмейдіңіздер ғой, қазір обедке кетіп кетті. Не жерде тұрмайды. Соны мен айтайын, 4-те келгенде жігіттер айтты. Қазір мынаның есігін, мына бір шешім шығармасаңдар, дайын тұрмыз деп. Тасы да тұр, темір деді. Данияр Кенжетайұлы, мені айтатын бір нәрсем. Сіз енді мына біздің басшыларға кәдімгідей бүйтіп отырып тапсырма беріп кетіңіз. Мынау халықтың наразылығы түсіндірген жоқ, түсіндірме жұмысын жүргізген жоққан кейін бәрі ауылдардың амбулаториясына төсектен шықты. Түнделетіп, иә? Енді сіз бар ғой, енді мына ауданның басшылары жұмыс істемесе, біз тікелей сізге шығатын болайық. Сондықтан Дәукеш аға, бізде кімдер бар? Мына Ақүйде тұрған адамдар түгел кәдімгідей халықпен бірге халықты бөліп жарғанды қысқартыңыздар, халықпен бірге жұмыс істеңіздер. Мен келем, мен комиссияның ішінде отырмын, мен любой жерге кіріп отырмын, бәрі комиссияға. Жаңа мен таможняға барғым келді, бірақ амал жоқ. Мына жақты да қарау керек болды, көзіме жетті. Мына кісілер біз көріп кеттік дегенмен қайталап барып көрдік. Сондықтан мына келесі жол мынандай жағдай болатын болса, шақырыңыздар, дом культураға шақырыңыздар да айтыңыздар. Халқым, міне осындай болғалы жатыр, түсіндірме жұмыс жасайық деп жатырмыз. Бүйтіп көтерілмеңіздер, ешқандай коронавирус жоқ, ауру жоқ, тек қана профилактика деп айтыңыздар, болды, алдын ала дайындық деңіздер, болды. Енді сіз басшыларға кәдімгідей айтып кетті. Болды, осымен тоқтайық. Бұл бар ғой, жоғары жақтан приказ келді. Бұны әкім де білді. Жоқ, апай, жоғары жақтан приказ келгеніне қайда бар ғой? Жоғары жақтан тұратыңыздар. Төсекті қойылған мына кісі. Сол жоғары жақтан приказ келдіргенде, ақырын ауданға айтыңыздар. Бір сөз айтшы, Ильяс. Бұл жерде бұл нәрсені бір нәрсені мойындады. Кесен осы төсектен шықты. Жоқ, приказ болды, сол кесілді, содан шықты. Одан бәрі шықпайды деп, иә. Әрине,
мұндай карантин жағдайы түсіну керек қой. республикалық санитарлық бас дәрігердің үкімімен шығады. Сол кезде әр облыс, әсіресе шекаралас аумақтарда осындай облыстарда осындай төсек болу керек деген бұйрық келеді. Әрине, мәселен біздің қателік неде? Оны біз мойындаймыз. Халыққа жергілікті отырған бас дәрігермен сіз бірге барып халыққа түсіндіру керек. Айналайындар, осындай төсек болады. Бұл төсекке Қытайдың азаматтары келіп жатпайды. Бұл төсекке жататын кім? Осы Зайсан бола қалған жағдайда егер де мемлекеттік шекарасын өтетін болса, олар осы төсекке жатады. Олар ауру емес, бірақ бақылауда болады. Егер де ол адамдарда дене қызуы көтерілсе, тұмау белгілері болса, күдік болатын болса, оларды арнайы андай капсула деген бар, транспортировочный. Соған жатқызып, арнайы емханаға барады, инфекция аурухана бокстарға. Ешкім кіре алмайтындай, оған арнайы костюммен кіріп емдейтін жағдай болады. Әрине, осы ақпаратты жеткізу, халыққа дұрыс түсіндіру жұмысынан қателік болды. Осы сіздерден шығып тұр. енді біздің ауданымыздың достық газеті бар. Осының бәрін түсіндіріп, коронавирус немен екенін, ауру екенін. Солардың жасы, содан кейін біз ондай бола қалған жағдайда осындайшылар белгіленіп кету керек. Сондай мынандай бір жағдай болды деп, соның бәрін түсіндіріп, достық газеті құрған Біздің Жоқ, ол қараңыз, мемлекеттік тұрғыдан да арнайы закон кезет сияқты ақпараттар шығып жатыр. Ол да шығып жатыр. Біз де соның арқасынан таратамыз. Мүмкін бәріне жетпеген шығар, ол әр нәрсе адам баласы болған бәрі нәрсені қателікпен түзейміз ғой.